Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сүзбелі құртты сақтау әдісімен бөлісемін. Барлықтарыңызға белгілі, сүзбелі құртты тоңазытқышта сақтаса, беті көгеріп кететіндігі. Сондықтан оны мұздатқышта сақтау керек. Ал мұздатқышта сақтаған кезде оны алу өте қиынға соғады. Сондықтан оны осындай майда-майда бөлшектермен сақтаймыз. Менде 500 грамм сүзбелі құрт. Сүзбелі құртты осындай коробкадағы шоколадтың қалпына салып қатырса болады, немесе мұз қатыратын осындай қалыпқа. Менде шамалы ғана болғандықтан осы мұз қатыратын қалыпқа салып қатырамын. Ол үшін сүзбелі құртты осы қалыпқа тығыздап осылай саламыз. Мінеке құрттың бәрін қалыпқа салдым. Менде шамалы ғана артылып қалды. Ол артылған құртты осы қалыпқа саламын. Енді қалыпқа салынған құрттарды мұздатқышқа қойып толықтай қатырамыз. Біздің сүзбелі құртымыз қатты. Енді оны осылай қағып түсіріп аламыз. Коробкада конфеттің қалпындағы құрт өте оңай алынады. Мінеке достар, біздің қатырылған сүзбелі құртымыз дайын болды. Енді оны целлофанға салып, мұздатқышта сақтаймыз. Сүзбелі құртты осылай сақтасаңыздар, кез келген уақытта қажетті көлемде мұздатқыштан осылай ала салсаңыздар болады. Менің каналымда сонымен қатар көптеген рецепттер бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.